Ассалаумалейкум, хайрлы жумалар. Бүгін октябрның 16-сы, Қырым ишғалінің 597 күні. Эфирде заман, студияда Лиля Зинедин çalışмақта. Қырым Қамачавның штабында жемаат үшін қабылхане açılacak. Анда қырымлыларға укук мәселелер бойынша ве Украин весиқаларының азырланмасында ярдым көстермеге вады етелер. Штабның башлығы Ленур Ислямов айтқанына көре, Қамачав башланғанымен оларға укук мәселелер бойынша ярдым үшін 100-ден зияде қырымлылар мұражат еттілер. Оларның чоқысына ярдым көстерілді. Штабта тезден нотариус ве бір sıra devlet идарелігінің хадимлері çalışacak. У нас много палаток, поэтому мы здесь делаем вообще общественную приемную, которая будет именно заниматься тем, чтобы принимать простых граждан, которые туда обращаются к нам. По мере того, как эта общественная приемная будет загружена, мы уже по мере этого будем уже местной владе уже рекомендовать все-таки выделить нормальное постоянное место, для того, чтобы это уже функционировало в масштабе государства уже в более серьезном масштабе. Бүгін Қырым Қамачавның 27-ші күні. Блокада активистлерінің сайысы күн-күнден чоқлаша. Акцияға кімлер қошылғаныны біздің мұхберлеріміз тариф етмеге азыр. Қырым блокада штабы кеңлешмеге девам ете. Ақшам ұсты Чаңғар кечіш ноқтасына Джохар Дудаев батальонының векилері келділер. Айтқанларына көре шымдылық штабтаки вазиеті көз етелер. Бірқач күнден соң есе акцияға қошылмаға ишандыралар. Мы очень обрадовались, когда до нас дошли вести о начавшейся блокаде Крыма, и мы при первой же возможности, как видите, вот лично приехали поддержать и заодно посмотреть, какая здесь ситуация, узнать, что нужно, нужны ли еще бойцы. То есть я думаю, что вот в тех условиях, пока сейчас перемирие в АТО на Востоке, то есть я думаю, что часть бойцов мы обязательно перебросим сюда для поддержки и для помощи крымским татарам. Бұнен берабер бүгін штабға капеллан батальон азалары тешриф бұйырды. Олар арби бөлік дегілде қоларына силе алмайлар. Инсанларға тек рухи ярдым көстерейлер. Білдіргенлеріне көре бош қолнен келмеділер. Блокада иштиракчылеріне илячылар кетірділер. Бұндан да ғайры активистлерге рухи ярдым көстермеге азырлар. Бүгінден башлап бір сыныр кечетінде капеллан батальонының бір азасы қызмет етежек. У нас на сегодняшний день в батальоне 6 деноминаций, начиная от Римо-католической церкви, заканчивая пятидесятниками, баптистами. Наша цель приезда такая же, как и в АТО. Помимо всего, что мы занимаемся душпасторской помощью для ребят, мы работаем как психологи и мы все парамедики. Мы хотим, во-первых, мира, да, чтобы закончилась война. Мы хотим, чтобы была справедливость, чтобы Крым – это неотъемлемая часть Украины. Умумен алғанда әрбір кечіш ноқтасында вазиет тынч. Тешкелечілерінің айтқаны кебі Қырым майданы өз аятынен яшай. Инсанлар енді алыштылар, провокациялар мында юз бермей. Гульсум Халилова, Шевкет Наматулаев, Асан Аминов, Олег Казыкин, Заман, АТР. Қырымда Милли Меджлис бинасының этрафында махкемелер девам еті. Кечкен сене Қырымның Русия кеметі Қырым фондының малыны мусадере еткен еді. Бұл бинада Меджлис 15 ел девамында файлет көстерді. Ярымаданы ишғал еткен акимет есе иншаатны тарихи беделерінің жедвеліне кіргеніні қайт етіп, яңыдан қанунсыз құрылғаныны идdia етті. Олар фондны yok etmek için çalışalar. Müessesенің рейсі Риза Шевқиев білдіргеніне көре, фонд mahkemege binanın sonki tamir işleri 8 yıl evvelsi olup geçkenini bildirmek için müracaatта bulundu. Bundan da gayrı олар insanların hak hukuklarını korçalagan Avrupa Mahkemesine ariza yolladılar. Они просто должны выйти из здания и отменить свое решение суда или подчиниться решению Европейского суда и выйти из здания. А я, соответственно, вхожу в здание, входят те люди, с кем я имею договор аренды, и они начинают там работать, и все. Верите? Я в это не верю, потому что это оккупанты, которые действуют по тем законам, которые предписывают ФСБ, и по тем разработкам, которые идут из Кремля свыше. Ну что делать? Мы боремся. Другого выхода нет, сдаваться не собираемся.
Бүгін Ақмешітте Қырым татар активистлері Совет бірлігінің белі құқық қорғаушысы ве Қырым татар халқының имаячысы Петр Григоренконың абидесіне чечеклер кетірділер. Петр Григоренко 1907 сенесі октябрінің 16-сында дүнияға келді. Екінші Джиан Дженкі иштиракчысы чоқ еллар девамында Арби академияда очалық япты. Соңра есе ақуқу қорчалағаны үшін Советлер мемлекеті тарафындан басқыға ауғыратылды. Дефалар жапсханелерден кечті омырының соңғы елларыны Америкада кечті. О әрдайым репрессияларға қаршы шығып, Қырым татар миллетіне қол тұтайды. ЮНЕСКО Қырым ве Ақердаки инсанларының ақ құқықларыны вазиетлері бойынша мақсус мониторинг кечіржек ола. Бойле қарарыны Парижде бұ тешкілятның азалары қабыл етті. Весиқаны Милли Меджлис рейсі Рифат Чубаров нұмайыш етті. Русия, Индистан, Қытай ве Куба мониторингке қаршы чықалар. Москва қайт еткеніне көре, бұ мониторинг тешкілятны сияси жерянына кіргізе. Дигер хаберлерге кечеміз. Украин активисті Александр Костенко апсханеде йоқ олды. Бұны оның адлиежесі Дмитрий Сотников білдіре. Русия махкемесі Костенканы майданда иштирак еткені үшін аман-аман 4 елға апске алды. Октябрінің бірінден оның ақында ешбір малюмат йоқ. Мабусның анасы да оның не ерге алып кеткенлеріні хабер етмеділер. Құқық қорғаушылар, эминлер, Қырымға халқара гуманитар құқықлары тарқалмақ керек. Бұл құқыққа эсасланып, мабусларының ишғал етілген территориясындан тыш жаза алмасы имкансыздыр. Я думаю, что его могли вообще никуда не этапировать. Просто для оказания давления какого-то на него могли исключить возможность общения с ним защитников. Но мы сейчас подготовили жалобу в федеральную службу, значит, в СИН, Федеральную службу исполнения наказаний. И, естественно, кассационной инстанции мы будем говорить о том, что было нарушено право человека на защиту, был доступ защитника во время исполнения приговора, во время как раз кассационного обжалования был закрыт доступ к защитнику. Қырым пайтақтында кене сатывчыларыны қувалайлар. Шерінің Русия мемориеті ай қанунсыз базарларының насыл етіп көрешкенлерінің есабатларына азырлай. Бұл сефер Ақмешітінің меркез базарының меданындан қуылған сатывчылар Козлова соқағында сатмаға башладылар. Бұл ерні есе яқында қанунсыз тижарет түкәншіқлардан темізлеген еділер. Тәфсилетліже біздім левхамызда. Меркези базарының автобус тоқтав ері ясақ сатылуының әчеле меркезі. Людмила енді 10 ел девамында мұнда тұра. Бостандан не өссе, оны сата. Қадының айтқанына көре бір қачка пықолса да айлені бақмақ ердім әте. Меркези базардан қуған сон чоқ тұшын мейіп мұнда ерлешті. Стоим немножко хотя бы орешки, чтобы какую-то хоть ни пенсии еще ничего нет, чтобы хоть что-то заработать. И стоим свое, не можем нигде продать. Яса қылған ерде сатқан инсанларының айтқанларына көре шейір акимиятның векілері мұнда сық-сық келелер. Еркөнелар полис хадимлерінен келіп, бұл ерде сатқанлары үшін пара жазасыны талап етелер. Пара жазасының көлемі 5000 рублей. Перед этим мы стояли, нас буквально милиция ходила, говорит, делайте ИП, уговаривали. И мы думали, штрафы платили, штрафовали нас сколько. И открыла я ИП поэтому. И такое. И тут приехал горисполком, и меня на минимальный штраф 5000. Я им сказала, почему же я плачу налоги, где мне зарабатывать вам на налоги? Сатычыларының сөзлеріне көре Ақмешіт акимияты оларны иш адамлары кібі ресмейлештірмек тепсиеті. Еста есе иш адамлары кібі ресми олғанда, оларны базар мейданындан қувмаға башладылар. Оның еріне есе яңы сатув павильонда ерлешмек тепсиеттілер, лекен оны да құрмадылар. Если сейчас нас не будут трогать хотя бы годик, нам будет легче жить. Дайте нам поработать чуть-чуть, пока места для нас приготовят. Сказали, что нам место готовят. Дайте, пока будет готово поработать. Бұл есе Козлова соқағы. Қанунсыз ішлеген сатычылардан чоқысы мұнда ерлештілер. Ақмешіт шейір акимиятның сөзлеріне көре, олар бұл вазиет ақында білелер. Векелечекте бұл проблемны чізмеге планлаштыралар. Евелсі бұл меселені чізмеге Ақмешіт полис хадимлерінде фырсат олмады, чүнки олар пек мешғул еділер.
Мы пытались выходить туда с рейдами, но они эффективны только в присутствии сотрудников полиции. В последние 10 дней из-за занятости полиции в поисках симферопольского стрелка мы не могли выйти туда. Канунсыз ишлеген сатычылар теслем олмак истемейлер. Это борьба с ветряными мельницами, вот и все. Все равно не здесь будем торговать, будем стоять вот там где-то будем. Будем на дорогах стоять торговать, но все равно где-то какую-то копейку надо зарабатывать. Хатırlatамыз августның 20-нде шәһәр хакимияте мәркәзи базарның үгүндән бутын сатучыларны кувды, пехора ерләштерде. Эльмас Ибрамова, Рустем Асанов, Заман, АТР. Сақ меркези жәмесі ве Құрман районының Карасан кой жәмесінде арды sıra yüz берген янғылардан 2 ел кечті. Зарар кетірілген биналар ерле жематының қол тұтуы иле тамир етілді. Ләкин жинайетчілер аляда тапылмады. Октябрьдің 15-нде 2013 сенесі байрам намазыны қылмақ үшін бұйырған Құрман районының Карасан кой сакинлері жәмеге келген вақытта бинадан түтін шыққанын көрділер. Янгын ибадет одасында жүз берді. Мында мұқаддес китаплар, шу сұрада алды Құраны Керім ве хайрия құтысыны атеш қаплап алды. Бұл вақия бойынша милиция аселет yapılған зарар маддесі esasında жинайы іш açtı. Украина үкімдарлығы заманында башланған таққат бүгінге қадар да екінленмеген. 2 Құрбан байрам кечті, дан бір şey tapılmadı. Өзіміздің дин жемиатын койымыздың адамдарынан yanıqın doğruladық. Yerli sakinlerin desteği ile ibadet odası tamir etildi. Umumen alganda zarar miqdarı 5000 grivnanı teşkil etti. Bundan bir gün evvelsi ise yangın Sak'nın merkezi camisinde yüz verdi. Ateş hocalık odasındaki eşyalarını yok etti. Yangın 20 kvadrat metr meydanlıkta yüz verdi. Militsiya bu vakıya boyunca da cinayı iş açtı. Zarar miqdarı 500.000 grivnanı teşkil etti. Bu yangın boyunca taqqatnalı bargan hukuk koruyucular Rusiya hükümet hizmetlerine geçti ve endi onlar bu hadiselerge geçti kulak asmaylar dep kaydetti. Kurultay Merkezi Saylav Комиссиясының reisi Zair Smedlayev. Но проходя пункт пропуска Джанкой, мне встретился бывший сотрудник СБУ, который с ехидной улыбкой спросил: ну что, нашли, говорит, поджигатели мечети? Ну, тогда я понял, что они были в курсе, кто это делал, и, наверное, не без их участия это совершалось. Zair Smedlayev emin, bu cinayetler mahsus takip edilmey. Все вот эти поджоги, ограбления, судебные процессы, это все целенаправленные действия на то, чтобы запугать крымских татар, столкнуть с гражданами другой национальности. Это все сделано для того, чтобы увести людей от той экономической ситуации, которую создали вот эти неучи, те, кто сегодня находится у власти. Bu iki hadiselerden gayrı 2014 senesi iyunun 12'sinden 13'üne keçir gecesi Ahmedci'deki Çukurça kasabasının camisinde yangın yüz verdi. Noyabr ayında ise Sudak'taki Koz camisine zarar getirildi. Bu sene April ayında Bakşara rayonunun Tavbadrak koyunda belgisiz şahslar camiye karşı şingenlikten tolu şellerini attılar. 2015 senesinin başında ise Yarımada'nın Birkaç camisinde hırsızlık hadiseleri yüz bergen edi. Ayder Halilov, Nariman Abdurrahmanov, Zaman, ATR. Ноябрь айындан башлап Қырымда арби қайтқа турмағанларны пара жазасы беклей. Русия қануниетіне көре арби месулиетлері бұл кетишатны 2 hafta devamında keçелер. Қырым сакинлеріне есе истисна оларақ әршейні тамамламақ үшін 1,5 yıl берілді. Ал азырда 250.000 қырымлылар Русия ордысының қайдына тұрдылар, ләкин тек бір қысмына арби билетлер берілді. Ерлі арби комитетлер хадимлерінің сайысы етішмесіне шикайет етелер. Арби қайтқа турмағанлары есе 100-500 Русия рубле пара жазасы беклей. Русия ватандашлары мемлекетлеріне уджум етілежегінде қорқалар. Бойле малюматны жемат фікіріні өгренген бұтын Русия меркезі білдірді. Ең чоқ Америка қошма штатлары вен НАТОдан қорқалар. Оларның тарафындан уджумны 53% рус гражданлары беклей. Екінші ер Украинаға айыт ве тек 6% ИДИЛ адлы экстремист группировкасындан қорқа.
Түркия ве Авропа бірлігі Авропа территориясына қачақларының келмесіні тоқтатқан аңлашма имзалама қарарына яқынлашалар. Брюссель Анкараға қачақларының ерлештірмесіне 3 миллиард доллар векет кете Түркия гражданларына визаларыны лягу етмесіне вады еті. Анкара есе визаларының лягу етілмесіні ве бұнен берабер Авропа бірлігінің теркібіне кірмесіні талап еті. Ал азырда бұл талапларының еріне кетірілмесіне esas мания бұл Кипрның меселесі. Түркия бүгінге қадар Женеби Кипрны айры девлет оларақ танымай, ве оны Юнанистанның бір қысны оларақ сая. Поддержи Асада бойле язу вели орбаларны Русияде сатмаға башладылар. Москвадаки Арби Тюкяны Русия Сурияны насыл еті бомбалағаны харитасы иле көлмеклер сата. Бойле көлмекнің фияты 20 евроны тешкілете. Қырымда фуртуна бекленіле ярымдан кереч паром кечтінде елінің күчі 1 саниеде 15-17 метрге жартажақ. Ярымадада февқуледе вазиет илян етілді. Паромның іші вақтынша тоқтатылажақ. Сонки кереч паромы өз ішіні та октябрның 12-сінде тоқтатқан еді. Бұл сонки хаберіміз еді яйнымызны крымский репортер девам ете. Ратлық күнлері атырелі олыңыз. Сақлықнен қалыңыз.